Егерде сіз кәсіпкер болсаңыз, немесе кәсіппен айналысқыңыз келіп жүрсе, Алламен серіктестік жасаған Салах Атияның оқиғасын соңына дейін тыңдап шығыңыз. Кәсіпте Алламен серіктес болған Салах Атия Мысырда дүниеге келді. Мысырның бір ауылында туылып өскен Салах Атия бала кезінен жағдайы төмен дәрежеде еді. Әкесі керек десеңіз оған бала күнде 2 өлшемге үлкен киім алып беретін. Себебі жыл сайын киім сатып алып беруге шамасы келмеген. Сол бір Мысырдың ауылында оқу оқып, кейіннен жоғары оқу орнын ауыл шаруашылығы бойынша бітірген Салах Атия достарымен бірге қосылып, құс фабрикасын ашуды көздейді. Жанында өзімен қосқанда 8 досы бар еді. 9 адам болып басы бірігіп, 200 мысырлық фунттан тастап, 2000 мысырлық фунтқа құс фабрикасын ашамыз деген жоспарларына бір серіктес жетіспеді. 10-шы серіктес кім болады дегенде Салах Атия 10-шы серіктесті мен табамын. Расында ризықты арттырушы, ризықты кемітуші де Раббымыз емес пе? Бізбен 10-шы серіктес Алла болады деген шешімге келеді. Дәл осылай құс фабрикасы жұмысын бастайды. 1 жылдық табыстары өздері ойлағаннан да көп болып түседі. Табысты 10-ға бөледі, 10-шы бөлігін Алланың үлесі деп бөліп қояды. Дәл осылай арғарай бұлардың кәсіптері дами бастайды, өркендей бастайды. Алланың үлесін 20%-ға көтереді. 20%-ға көтергенде кәсіптері одан өздері ойламаған дәрежеге дейін көтеріледі. Шет елдерден сұраныстар пайда болады, Алланың үлесін 30%-ға көтереді. Алланың үлесін 40%-ға көтерген кезінде кәсіптері одан да арғарай арта бастайды. 50%-ға жеткен кезінде бұлар өздерінің ауылынан балаларға арналған мектеп салып береді. Алланың үлесі дегеніміз не? Расында олардың ақшасы Аллаға ешқандай да керек емес еді. Алланың үлесі дегеніміз бұлардың өздерінің ауылына жасап берген жақсылықтары. Кейіннен ауылы үшін жоғарғы оқу орнын саламыз деген тұжырымға келеді. Бірақ та Мысыр әкімшілігі бұларға жоғарғы оқу орнын ауылынан салуға рұқсат бермейді. Қаладан келетін темір жолдың жоқтығы болған үшін. Сол кезде Салах Атия қаладан ауылға қатынайтын өзінің ауылы үшін жоғарғы оқу орны үшін темір жол салып береді. Темір жолдан кейін ауылы үшін жоғарғы оқу орнын салады. Тек қана ол емес, жоғарғы оқу орнының жанынан 1000 балаға арналған жатақхана, 600 қыз балаға арналған жатақхананы салып береді. Өзінің ауылында жұмыспен қамтамасыз етілмей қалған адам қалмайды. Кедей кепшікте қалмайды. Керек десеңіз, әкесі жоқ тұрмысқа шығатын қызға дейін ақша бөліп береді. Дәл осылай Аллаға беріп жатқан сайын дүниесі артып жатқан Салах Атия түбінде мынандай бір шешімге келеді. Я Раббым, сенің берген дүниеңнен сенің жолыңа жұмсадым, ризығымды арттырдым. Енді міне 100% дүниемнің баршасын, пайдамның баршасын сенің жолыңа арнадым. Ал мен өзім болсам, айлық алатын сенің қызметкерің болайын деген шешімге келеді. Бұндай жасаған Салах Атияның жақсылығы үшін Раббымыз оны қандай дәрежеге, қандай мәртебеге көтергені әрине Салах Атияның өзіне мәлім. Бірақ бізге мәлімі, Салах Атия осынша жақсылықты жасап 70-тен асқан уақытта өмірден өтеді екен. Өмірден өткен кезінде Салах Атияның жаназасына 500 000 мен 1 миллионға жуық адам жаназасына келген екен. Осындай жақсылыққа, осындай дәрежеге жеткен Салах Атия бәлкім пайғамбарымыздан жеткен Алланың құдси хадисін мағынасын түсінген болар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құдси хадисте келтіреді. Анфиқа, я ибни Адам, унфиқу алейк. Бер ей адамның баласы, мен де саған берем деген екен.